Қазақстанда 1% адам билік айтады. 4% адам соған жұмыс істейді. 5% адам IQ жоғары ойлана алатын адамдар. Қалған 90% ұйқыда жатқан қазағым. Ассалаумағалейкум. Міржақып Дулатовтың кезінде оятып кеткен қазағын 91-де кеп Назарбаев ұйықтатты ғой. Содан бері әлі ұйқымыз қанбады ма? Оянайық кеш болмай тұрғанда. Ұйықтап жатқанымызда амалдың жоғынан Құдай ақыр заманды келтіріп оятпасын. Ертеректе оянып, халықтың, елдің қамын ойлайық та, біз өтеріміз өйстіп өтеріміз өмірден деп жүре бермейік. Ойланайық, қолға алайық. Жаңа Қазақстан деп ат қойдық қой өзімізге өзіміз. Сол жаңа Қазақстанды халық болып құрайық, билік құрмай-ақ қойсыншы бұл жаңа Қазақстанды. Кітаптың сыртына ауыстырған сияқты қылды да бұлар.